Кеше әкімшіліктің кіші мәжіліс залында қала әкімі Әліпбек Шәріпбекұлы Өсербаевтың төрағалығымен апталық мәжіліс өтті. Күн тәртібінде қаралған алғашқы мәселе көктемгі дала жұмыстарының жүргізілу барысы жайлы ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің басшысы Қыдырбай Үсенбаев баяндама жасады. Жылы 2016 жылы 41.110 гектар жерге әртүрлі ауыл шаруашылығы дақылдарын егуге жіберген. Оның ішінде күздік бидай 7020 гектар, жаздық бидай 200, дәнді жүгері 4472 гектар, жаңа жоңышқа 5000, картоп 600 гектар, көкөніс 3000, бақша 5400 гектар, мақта 6910 гектар, майлы дақылдар 386 гектар жерге жоспарланған. Мұнан кейін кәсіпкерлер бөлімінің индикаторлары жайлы осы бөлім басшысының міндетін атқарушы Даханова Гүлжамалдың хабарламасы тыңдалды. 12 миллиард 980 миллион теңгенің және 103-те 6 индекс көрсеткіші 2016 жылдың 3 айында өнеркәсібінің көлемі 2 миллиард 7 миллион теңгені құрап, нақты көлем индексі 2015 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 197% құрады. Оның ішінде кен өндіру өнеркәсібі 58,4 миллион теңге, өткен жылмен салыстырғанда 58% артып отыр. Өңдеу өнеркәсібі ағымдағы жылдың 3 айында 1 миллиард 506 миллион теңгені өнімін өндіріп, 2015 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 106% орындалды. Күн тәртібіне қойылған үшінші мәселе мерзімді баспасөз басылымдарына жазылу барысы жайлы қала әкімінің кеңесшісі Қожахмет Сарманов хабарлама жасады. Апталық мәжілісті қорытындылаған қала басшысы қаралған мәселелер бойынша ұсыныстар мен пікірлерді назарда ұстау қажеттігін айтты. Олжас Сүлесұлы, Надыр Мақсотов, Тұран, Түркістан. Базарлардағы сауда орындарын талапқа сай орындарға көшіру кәсіпкерлерге жағдай жасау мақсатында кеше Жұма базарының көкөніс сататын бөлімі Алтын бұлақ базарына көшірілді. Кәсіпкерлердің өзара келісіммен болған бұл шара келешекте қаладағы ең ірі сауда орны айналуға мүмкіндігі мол Алтын бұлақ базарына деген халықтың сұранысынан туындағаны белгілі. Құрметті Түркістан қаласының тұрғындары, бүгіннен бастап айтайын дегенім Алтын бұлақ базары өз жұмысын бастады. Бүгінгі таңда Алтын бұлақ базарының жанында ашылған 3,5 гектар орналасқан көкөніс көтерме сауда базары жұмысын бастады. Тағы айта кететін жағдай, жолаушы жауапкершілігі шектелген серіктеспен бірге қосыла Алтын бұлақ базарына автобустық 7 бағыт жүріп жатыр. Енді қазіргі ойымыз қазіргі қиын заманға сай елдің жағдайына қарап дағдарыстың болып жатқанына ескеріп, біз енді баға жағынан 3 ай уақыт жаңағы тегін жалға беру деген, аренда деген нәрсенің бәрін тоқтаттық. Келешекте де осы Түркістан қаласының базарларынан 20-25% жаңағы жалақысын төмендетеміз бе деген ойдамыз. Қазіргі кезде орындарымыз бар, келіңіздер, жұмысымызды бастадық. Құрметті қалайық, мынау көптен күткен халықтың ойындағы мынау арманымыз орындалып жатыр. Құдай қаласа мына Алтын бұлақ деген базарымыз ашылып, мынау халықтың біраз жұмыссыз жүрген, бос жүрген адамдардың бәріне жұмысты қылып жатырмыз. Құдай қаласа әлде де міне халықты бос жүргендер болса шақырамыз, ешқандай ақшасы требет етпейміз. Тегін келіп істеймін дегендерге жол ашық, міне орнымыз бар. Құдай қаласа міне асфальттеп жатырмыз, мінекей. Халқымыз барлығы көңілі тоқ. Халықаралық транзиттік автожол өткен ғасырлық Ұлы Жібек жолының қазіргі заманға лайықталған баламасы болып отырған Батыс Еуропа, Батыс Қытай көлік жолы бойына орналасқан Алтын бұлақ базарына жайғасқан бұл кәсіпкерлерге 2 ай көлемінде жеңілдіктер де қарастырылды. Яғни жалға алған жерді 2 ай тегін пайдаланады екен. Түркістан халқының тұрғындары мынау Алтын бұлақ базарына Жұма базарымыз көшіп келіп, жаңа көптен күткен армандаған жерімізге келіп жатырмыз. Сауда болып жатыр, келіңіздер. Сіздерді осы базарға шақырамыз. Базарларыңыз жемісті болсын, халықтың игілігіне жарасын. Осы көпшіліктің тілеуі орындалсын. Әр уақытта осы жерде жақсылық болсын. Барлықтарына осы жерге келуге шақырамын базарға. Сосын бұл жерде арзан бағада, мынау тұратын жер тегін келді. Қазір аренда деген жоқ. Ол бәрі жайғасып алғанша бәрі жеңілдіктер бар.
Базарның Құда қаласа бүгінден бастап ашылуы болып жатыр. Бұл жемістердің барлығы арзан, орындықтары текін, аренда жоқ қазірше. Біз осы базардан біраздан болды жұмыс істеп жатырмыз. Жұма базардағылардың барлығы осы араға келе беріңіздер. Месталар көп. Жетеді. Барлық жағдай жасалып жатыр. Өзіміз сонрада жұмыс істеп жатырмыз. Заманауи үлгіде салынған бұл базарда көкөніс өнімдерін сату үшін ыңғайлы жағдайлар жасалынған. Сырттан келген жеміс-жидектерді түрлі нитраттар мен химиялық қоспаларға тексертетін зертханалар мен арнайы құрылғыларда жұмыс жасайды. Ең алдымен тұтынушы құқығын қорғау басты назарымызда дейді сауда көрігін қыздырып жатқан кәсіпкерлер. Олжас Тілесұлы, Надыр Мақсутов, Тұран, Түркістан. Шобанақ жалпы орта мектебі 300 орынға жоспарланып 2012 жылы салынған болатын. Қазақ-өзбек тілінде білім беретін мектептегі жалпы қызметкерлер саны 97, 57-сі мұғалім, ал білім алушылар саны 575. Жоғары білімдісі 56 болса, жоғары санаттағы ұстаздар 9. Осындай ұстаздан білім алып отырған оқушылардың білікті де білімді болмауы мүмкін емес. Мектеп директоры Зубайдулла Нашабаевтың айтуынша, 2014-2015 жылдары түлектеріміз ұлттық бірыңғай тесттен жоғары көрсеткен болатын. Биылғы оқушыларымыз да дайындығымыздың нәтижесін береді деген үміттемін дейді. Елбасымыздың тапсырмасына сәйкес 5 институционалдық реформа 100 қадам бойынша біздің 76 қадам мен 79 қадамдағы көрсетілген бағыт бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру бойынша жұмыс жүргізіп отырмыз. Мектепте 575 оқушы бар. 11 сыныптардың ішінде 35 оқушы. Сол 35 оқушының 30-ы тестілеуге барады. Екеуі кешенді тестке, 28-і тестке барады. Сондықтан бірде-бір мектептің білім сапасын бағалауда ұлттық бірыңғай тесттің рөлі өте үлкен. Енді қазіргі таңда оқушылардың білім сапасы жақсы, жаман емес. Қаладағы алдыңғы қатар мектептердің бірі болып жүріп отыр. Бесеуіні алтын белгі үміткер деп, біреуіні үздік белгі деп белгілеп отырмыз. Келешекте олар ақтайды деген үміттеміз. Қазір орташа білім сапасы қазақ сыныптардікі 103, өзбек сыныптары 97. Бірінші бестіктің қатарында жүрміз. Ал енді дайындау сапасы, мұғалімдердің деңгейі, білім деңгейі өте жоғары. Өткен жылы 24 оқушыдан 24 грантқа түсті. Биыл енді 28 оқушымыздың 28-де грантқа түседі деген ойдамыз. Ал таңдап отырған мамандықтары түрлі. Ал енді әйгілі педагог Макаренко айтқан екен, адамды бақытқа үйретуге болмайды, оны бақытты етіп тәрбиелеуге болады деген сөзі бар. Сондықтан тәрбиенің негізгі діңгегі ол адамгершілік тәрбиесі, рухани тәрбие, одан кейін еңбек тәрбиесі. Сол тәрбиенің барлығын осы мектептің табалдырығынан бала көріп шығады. Ары қарай тек қана тәрбиелейді, күн мен түн тәрбиелейді. Оқушыларымыз, бір оқушымыз Ахмедова Құндыз деген оқушымыз грант жеңіп алды. Қазір ол тікелей енді ұлттық бірыңғай тест тапсырса, жоғары сол неден өтсе, студент деп аталады. Қазірдің өзінде оған берілген сертификат бар. Мен енді өте қуанып отырмын. Қалалық олимпиадаға 29 оқушымыз қатысып, соның 19-ы жүлделі орын алды. Ал енді интернет олимпиададан облыс бойынша 8-ші орындамыз. Мектеп қабырғасында білім алып, көзі ашық, ақ пен қараны ажыратуға үлесін қосқан ұстаздарды да елеусіз қалдыруға болмас. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші, жас білімгерлердің қала көлемінде үздік бестікке ілінуде ұстаздардың рөлі зор. Мектебіміздегі оқушылар мен ұстаздар үлкен жетістіктерге жетіп келуде. Тағы әрине енді биыл да тағы да осы алдымызда үлкен бір сынақ бар, ол УБТ тест сынағы, соған дайындық кетіп жатыр қазір. Өзіміз сол УБТ тестінде біз жетістікке жету үшін
тынбай оқушыларымыз да, мұғалімдеріміз де дайындықты алып баратыр. Биылғы мектеп бітіруші түлектер ұлттық бірыңғай тестке қызу дайындалуда. Барлығының алға қойған мақсаты айқын. Жоғары оқу орны түлегі атанып, елдің игілігі үшін қызмет ету, білікті маман атану. Мектеп ұстаздары түлектер үшін арнайы компьютерлік класстар бөліп, жеке компьютермен қамтамасыз етіп отыр. Білім алудан еш тарықпайды деуге болады. Бүгінгі күнде қала көлемінде білім деңгейі жоғары болып қана қоймай, облыстық үздік мектептердің қатарына да қосылып үлгерді. Біздің жоғары білімді жетістікке жетуімізде ұстаздарымыздың еңбегі көп. Туған баласындай қарап, білім мен тәрбие беріп, үлкен өмірге дайындағандарына, біз үшін көп уақыттарын бөлгендеріне алғысымыз шексіз. Алдағы уақытта ұлттық бірыңғай тестілеуден абыроймен өтіп, Қазақстанымыздың білікті маманы атануларына тілектеспін. ОПЗ-дан 125 бала алуларыңызға тілектеспін. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы айтып кеткендей, болашақ міне бүгінгі біздердің қолымызда. Ел үмітін үкілеп, ата-анамызға қуаныш сыйлайық. Биылғы 2016 бітіруші түлектер. Барлығымыз мектеп абыройын түсірмей, Құдай қаласа жоғары көрсеткіштерге қол жеткізейік. Сәттілік. Біз қазір ұбытыға қызу дайындық үстіндеміз. Әрине қобалжу бар. Ұстаздарымыз жүрегіміздегі осы қобалжуды сезгендей, бізді әр күн сайын жинап, қолдау көрсетіп, бізге сенетіндіктерін айтады. Ал бұл сенім бізге үлкен күш беруде. Біз олардың сенімдерін ақтаймыз. Барша бітіруші түлектерге сәттілік. Айта кететіні халықаралық Қазақ-Түрік университетінде өткен аймақтық олимпиадада Құндыз Ахметова 3-ші орын иегері атанып, университетіміздің түлегі болып отыр. Ендігі қалғаны ұлттық бірыңғай тестке қатысып, қанағаттарлық ұпай жинау. Мен осы мектепте білім берген ұстаздарға және мектеп басшыларына көп алғысымды айтамын, және сыныптастарыма ұбытыда сәттілік тілеймін. Мектеп деп соғады олардың жүректері, орындалсын әрқашан тілектері, 125 алсын ұбытыдан. Осы жылдың бітіруші түлектері. Дей келе сыныптастарыма сәттілік тілеймін. Мектеп ұжымына 11-ші сынып оқушылары өз ризашылықтарын білдіріп, сенімдерін ақтауға тырысамыз дейді. 25 аламыз деген үміт, жоғары оқу орны бізді күт. Диляфруз Ахмедова, Надыр Мақсутов, Тұран Түркістан. Білімнің сара жолы бастауыштан басталып, білім негізі осы кезеңдерде қаланады емес пе? Кеше қаламыздағы номері 21-ші жалпы орта мектебінде Наушанбаева Асима жетекшілік ететін сыныпта бастауыш сыныппен қоштасу шарасы өтті. Мектептің акт залында өткен бұл жиынға осы мектептің ұстаздары, ата-аналары мен оқушылары қатысты. Тақырыпқа сай әсем безендірілген сахнадан жиналған жұрттың көңіл күйлерінен мерекелік көтеріңкі сезім байқалды. Сіз бізді білімге баулығаныңыз үшін көп рахмет, Асима апай. Сізге көп алғыс айтамыз. Біз сіздің арқаңызда оқып, жаза аламыз, бөле аламыз, қоса аламыз. Сізге көп рахмет, Асима апай. Қасиетті адам бар, біле білсең, сенің екі анаң бар. Бірі сенің туған анаң болса егер, екінші анаң ұстаз деген банаң бар. Алғашқы ұстазға да сөз кезегі берілді. Балдәурен балалық шақтарының куәгері болған ұстаздары да тебірене сөйлеп, бір жасқа есейген шәкірттерінің келесі қадамдарына сәттілік тіледі. Бүгін нөмірі 21-ші жалпы орта мектебінің 4-ші А сыныбында біздің бастауышпен қоштасу іс-шарасын өтіп жатырмыз. Сарқылмас білімнің бастауы болған бастауыштың балдары бүгінгі таңда барлық сыныптарымызда балдарымыз оқиды, жазады. Сыныбында 25 оқушы бар, оның 11-і ұл бала, 14-і қыз бала. Барлығы дерлік қазіргі кез таңда жазады, оқиды, қосады, бөлу, көбейту амалдарын бәрін орындайды. Қазіргі кезде біздің балапандарымыздың барлығы жан-жақта білім нәрімен сусындатып, келер жылы 5-ші сыныпқа аяқ бастырғалы отырмыз. Балапандарымыздың барлығы Қазақстанымыздың ертеңі белгілі азаматтары болады деп сенемін. Батыр Бауыржан Момышұлы айтқандай, болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаздар өсіреді емес пе? Бастауышпен қоштасқалы отырған оқушылар алғашқы ұстаздарына арнап, өлеңдер оқып, әндер шырқап биде биледі. Ата-аналар да өздерінің жүрекжарды лебіздерін білдіріп, алғыстарын жеткізді. Иә, білімге құмартқан білімді ұрпақ Қазақстанның жарқын болашағының кепілі. 4 жыл бойы оқып, білім алып, ақыл ойлары толысып, онымен солын танып, жақсы мен жаманды айыра біліп, қанаттарын қатайтып, бастауыш сыныппен қоштасқалы отырған шәкірттерге
Әрі қарай да білім белестерін бағындыра беріңдер дедік. Олжас Слесұлы, Надар Мақсутов, Тұран, Түркістан.